Ал достар, соңғы кезде Қазақстанда Toyota көліктерінен сатылым бойынша қалыспай жүрген Ford Explorer автокөлігіміз тағы да біреу келіп жетті. Алматыға дейін 5 миллион теңгеге түсті. Бұл көлікті бізде Дауыт деген бауырымыз тапсырыс берген болатын. Керемет жағдайда енді. Осындай аппақ түсте, толық жетекті, толық комплектацияда лимитит деп аталады. Осындай керемет жағдайда келіп жетті. Достар, енді көліктің комплектациясына келетін болсақ, алдыңғы бізде ДХО, LED оптика, туманик, партроник, үлкендеген бізде размердегі дисктер, повторители, бесключевой доступ, датчик слепых зон. Есіктерде бізде кодқа дейін қойып қойсаңыздар болады. Салонға келетін болсақ, электропакет, память, деревянные ставки, плавающие сиденья, осындай қосымша бізде чехолдарымен бірге келіп тұр екен. ВИН-код бойынша 2017. Көлікті пуш-стартпен оталдырамыз. Мультируль. Так, кілті ана жақта қалып кетті. Қазір алатын боламыз. Драйв модтың бізде 4 түрі бар. Орындықтарды салқындатқыш, жылытқыш, климат контроль. Одан бөлек бізде үстімізде люк электрический, деревянные ставки, видеорегистратор барлығы бар. Арт жағына өтетін болсақ, көліктің арт жағында мінекей капитанский сиденье емес екен, 3 қатарлы бізде полноценный орындықтар. Как раз осындай іздейді, ата-анасы балдары көптер. Бөлек отырмасынша бізде балдар көп деп осылай іздейтіндер бар. 7 орындық қой демек. Арт жағына келетін болсақ, бізде партроник, бір батареямен багажын ашамыз, 4 ВД, толық жетекті. Демек көлігіміз кез келген тауға шығып кете береді. Қосымша бізде батырмалармен мінекей бір батареямен көтереміз, түсіреміз, жиналады өзі орындықтар. Көрдіңіздер ме, чехолдармен қаптатылған. Астында бізде запаскасы бар, міндетті түрде. Запаска барлығында жүреді Фордтарда. Ал енді ең басты фишкалардың бірі енді осылай көлікті жатқызып жинап тастауға да болады ғой, негізі қараңыздар. Артқа өту өте ыңғайлы, негізі көрдіңіздер ме? Оң жақтан келесіздер, сонымен отырып кете бересіздер. Так, бесключевой доступ мына жақта да бар. Мына плавающий сиденьясы, Explorer, 7 орындық, семейный автокөлік, бір батареямен түсіреміз. Так, бага алдыңғы капотын ашып көрейік енді. Көліктің капотын ашатын болсақ, EcoBoost 2.3 турбол мотормен жабдықталған, өте сенімді енді. Талайын әкеп тастадық, еш жерінен май ағып тұрған жерлері жоқ. Мінекей ВИН-код бойынша АВД бізде тартысы өте жақсы көлікте, партроник, туманиктермен бірге. Достар, енді бұл автокөлік қазақ нөмірге қанша шығады дейтін болсаңыздар, бірге есептеп желік енді. Утилизбор 2.3 болғандықтан сіздер 1.081.250 теңге төлейсіздер. Первичка 2.162.500 теңге. Сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500 000 теңге, және расsamошкасы қателеспесем бір 700 000 теңге шығады. Сонымен қазақ нөмірге жазып кеттім. Достар, қалай ойлайсыздар? Өз бағасына лайықты автокөлік па? Әбден лайық деп ойлаймын. Себебі Қазақстанда бұндай кроссовер таба алмайсыздар. 2 деталь ғана вторичный крас, қателеспесем. Осындай Фордтарды әкеліп жатыр. Пробегте минимальный, көп емес, бір 100 000 километр. Сондықтан да астында WhatsApp номер қалдырып кеттім. Егерде қызықтыратын болса, байланысқа шығыңыздар. Бір ай көлемінде жеткізіп беретін боламыз. Мико, кілтін бере саш машинаны. Так, қазір от алдырып көретін боламыз. Мына осы 2 кілт, мінекей. Қазір кейбір адамдар ұшады, қазір ойбай от алмай қалды, ойбай бірдеңе болып қалды деп, мына нормально от алып тұр. Пробегі 109.900 оригинал километр. Ешқандай чектері жанып тұрған жоқ. Просто бензин аз бізде. Маған айтып кеттім басқа видеоларда. Бензин не үшін аз болады бізде? Себебі жолда түрлі жол апаттары болып қалуы мүмкін, сондықтан да сақтанамыз. Мінекей партроник. Мынау бізде парковка өзі қоятын функцияға дейін бар. Бірақ әлі жасап көрген жоқпын, алдағы уақытта жасап көреміз.